жақыны кем деп айтады десем, кім әкесін сыйламаса, жанына жақындайтын жақындары болмай, ол жігіттің өткен өмірі өкінішке айналып, келешегі кемелсіз болады екен ғой, қадірлі ағайын. Кім бақытты болсын десе, ата-анасын, әжесін сыйласын. Ата-анасының қызметінде болған адам Алланың қызметінде болады. Ата-анасы разы болған адамға Алла да разы болады екен ғой, құрметті жақсылар. Енді айналайын, апа, мен үлкен жігіт болдым. Баяғыда еркелетіп қойын мені. Атамай деген қойды, әжең бір құшақтап сен қойды. Қошемет құрмет болсын. Ей, машалла, бәрекелді. Әкеңді құшақтап қой, ей, бәрекелді. Әкеңді құшақтап қой. Жолда солай көрсе де құшақтап қой. Ай, бәрекелді. Мінекей, аяғына анаңның қолынан сүйіп қойшы, қолынан сүйші. Кішкентай кезінде желкенбей, осы қолмен жуды ғой. Қай қолмен жуған аштан десін, ана қолдан сүйі, ана қолдан сүйі. Апам. Ау? Рахмет. Бұл жу. Ау? Жумаған? Сіз жуғасыз ба? Бұл шайғанба не ағын жуды? Бәрекелді. Қара жоқ, мен саған бұл сыққан дейін. Бәрекелді, рахмет. Ең құрметті ағайындар, қадірлі жақсылар, әзіл көзі күлмекке жақсы күлсем, көңілінің аты ашылады дейді ғой қазақ. Бар болыңыздар, бай болыңыздар. Адам ақылмен сымбатты, ұрпағымен қымбатты дейді. Осындай қымбатты да сымбатты, инабатты, ибалы ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар, өздеріңіз 100 жасаңыздар деп тілек қосқымыз келеді. Енді келіннің бетін ашпай тұрып, үлкендерден бата сұрайық. Бата менен ел көгерер, жаңбыр менен жер көгерер дейді. Осы әулеттің, бұжыман әулетінің үлкендерін кесеңіздер, бата беріңіздер, шотал беремін, иә? Рахмет. Ақсақал кесеңізші. Міне. Менің жерлесім Бекзат Мөлтек ауданының тұрғыны, яғни жолдың астының тұрғыны. Жақсы шыққан полдың астында, жақсы адамдар жолдың астында дейді ғой көбін. Қош келдіңіз. Бүгіндікі 2 мақал шығарды ғой. Жақсы атты 2 мақал шығарып отырсам нормально, тарихта қалатын сияқты ғой. Бәрекелді. Той құтты болсын көкем. Иләһи аумин. Бата беріңіз. Мына келін түсіп отқан келін құтты болсын, Құда қаласа. Осы шаңырақта әр уақытта той болып, өссін, өнсін. Алы, инабатты келін болсын, Құда қаласа. Мынау ұлан балым, Құда қаласа, мына қосағыңмен қоса қарады.